НП-ның негізін қалаушы Роберт Дилстің анасы рак груди 4 стадиясымен ауырып, ауруханада нәтиже болмағандықтан үйіне шығарылады. Көптеген адамдарға көмектескен Роберт Дилс өзінің анасына да көмектеспекші болады. Сонда анасы қарсы болады, өйткені рак груди 4 стадия ол ешқашан емделмеген дейді. Бұны естіген Роберт, бұл сіздің негативті убежденияңыз деп, қаншама адамдар осы аурудан айыққан деп факт көрсеткен кезде анасы тағы да бұл ерекше адамдарға ғана әсер етеді, маған ол әсер етпейді дейді. Бұны естіген Роберт тағы да бұл сіздің екінші негативті убежденияңыз. Адамның ресурсы ол шексіз дегенде анасы тағы да біздің әулетімізде ешкім бұл аурудан емделмеген. Демек, мен де емделмеймін дейді. Бұны естіген Роберт, сіздің немереңіз де ертең менің әжем емделмеген, мен де емделмеймін дегенді қалайсыз ба деген кезде келіскен екен. Сонымен бұл Роберттің анасы ұзақ өмір сүрген. Бұның бәрін не үшін айтып отырмын? Адамдағы негативті установка, убеждениямен жұмыс жасау маңызды. Егер сіз өзіңіздің установка, убежденияларыңызды анықтап, онымен жұмыс жасағыңыз келсе, төменге бір санын жазыңыз. Ол установка, убеждениялармен жұмыс жасау сіздің өміріңізді өзгертеді.